Бірнеше кезең ұрпақтары американдық және жергілікті музыканы тыңдап өсті. Ал 2000 жылдардың басында рок, хип-хоп, R&B танымал еді. Ол кезде адамдарға есте тез сақталатын жеңіл әрі түсінікті мәтін ұнайтын. Уақыт өте келе тыңдарман талғамы да өзгерді. Қазір аудитория өнерпаздардан ерекше дыбыс, жаңа, жарқын, қызық музыка күтеді. Бұл видеода поп, техно, фолк, джаз және хип-хопты үйлестіре білген 3 жыл қатарынан Billboard Music Awards'та Top Social Artist номинациясын жеңген BTS тобының феноменін тарқатып айтамыз. 1992 жылы Кореяда Seo Taiji Boys триосы алғаш болып поп, рэп, техно және рокты біріктіріп жаңа туынды жасап көрді. Нәтижесінде олардың I Know дебют әні тыңдарманның көңілінен шықты. Бұған дейін трот жанрын тыңдап жүрген аудиторияға бұл таңсық бағыт еді. Дегенмен тәуекелге барған трионың сенімі ақталды. Жаңа бағыттағы бойз бенд басқа әншілерден музыка, стиль және хореографиямен ерекшеленді. Олардың әні махаббат жырын ғана емес, қоғамдағы өзекті мәселелерді де қозғайтын. Кейін 1996 жылы топ мүшесінің бірі Ян Хен Сок YG Entertainment продюсер орталығын ашады. Дәл осы жылы SM және JYP Entertainment-тері де құрылған еді. Бұл 3 лейбл сол уақыттың 3 айдаһары атанады. 1995 жылы SM Entertainment хот тобын құрады. Олардың ерекшелігі әндерінде рэп және романтика балладасының ұштасуы. Хот алғашқы кей-поп топ еді. Бұлардан кейін Energy, Shinhwa, God, Baby Vox, Sess сияқты айдолдарда сахнаға шыға бастады. Айдолдардың өнерге келуі жасөспірім мен жастар үшін жаңа тыныс болды. Олар цунами секілді жолындағының бәрін шығармашылығымен жаулап, бейнетаспалары лезде сатылатын деңгейге жетті. Кей-поптағы екінші толқын DBSK тобының құрылуы. Жаңа нәрсеге құштар жанкүйерлер өнерпаздарды ықыласпен қарсы алды. Сол жылдары кей адам айдолдарды аңдып, үйіне кіріп, заттарын алып, жеке кеңістігін бұзуға дейін барған. Кореяда мұндай тыңдармандарды сасен жанкүйер деп атайды. Дегенмен бұл айдолдардың өнердегі қиын кезеңінің бір бөлігі ғана. Кейіннен Girls' Generation, Wonder Girls, Super Junior және Big Bang дебюті тыңдарман назарына ілікті. Уақыт өте талғампаз тыңдармандар айдолдарға үлкен жауапкершілік арта бастады. Олардан тек музыка емес, қол жетпейтін әдемілікті талап етті. Айдолдардың мінсіз болуын қалады. Дегенмен жанкүйерлер сүйікті әншісі рейтингте үздік атанса, туған күнінде және тағы басқа мерекеде махаббаты мен қамқорлығын аямайтын. Олар әншілерге гүл шоғы немесе басқа да сый тарту етеді. Кейде тіпті кумирінің атынан қайырымдылық қор ашып, мұқтаждарға қаржылай көмек береді. Бір қарағанда BTS әдеттегі кей-поп топ болып көрінуі мүмкін. Сахнаға шықпас бұрын 7 жігіт басқа да бойз-бенд секілді біраз еңбек етті. Бірақ әндерінің мәтіні, жанкүйерлермен тікелей байланысқа шығуы, клиптерінің концепциясы топтың басты ерекшелігі. BTS әндерін тыңдау арқылы олардың өнер мен өмірдегі әр қадамын білуге болады. Жігіттер альбомдарында өздерін алаңдатқан мәселені талқылап, жүйені ашық сынап, халықты әрекет етуге шақырады. Топ мүшесінің бірі бала кезінде күйзеліске түскен. Сол жағдайы туралы ол The Last атты ән жазады. Әншінің айтуынша, бұл шығармасымен күйзелістегі адамдарға қолдау көрсеткісі келеді. Топ шығармашылығының тағы бір айрықша тұсы музыканың алуан болуы. Олар әртүрлі жанрды шебер араластырып, жаңа дүние сыйлайды. Ерекше өнерімен Американы, кейін әлемді таңғалдырып үлгерді. BTS тобы жанкүйерлерін арми деп атайды. Әнші жігіттер олардың жан дүниесін түсінуге тырысады. Туындылар арқылы әділетсіздікпен күресуге мотивация береді. Сәйкесінше фанаттар да BTS-ке барынша көңіл бөлуде. Мәселен, қазақстандық жанкүйерлер қыркүйекте арнайы Billboard-ты жалға алып, видео арқылы Чонгукты туған күнімен құттықтаған. Кейін Red Monster-дың де туған күнінде осындай тосын сый әзірлеген. Арми мүшелері уақыт беделінің айырмашылығына қарамастан BTS қатысқан байқауларда дауыс беріп, кездесулер ұйымдастырып, топ туралы жаңалықтарды бақылап, әрі оны ана тіліне аударып, үнемі ақпаратпен бөлісіп отырады. Ал сіз қандай кей-поп тобын тыңдайсыз? Пікіріңізді комментарий бөліміне қалдырып, арнамызға жазуды ұмытпаңыз.